Қызылорда облысының 85 жылдығын атап өткелі отырмыз. 85 жылдың ішінде Қызылорда облысы республикадағы іргелі облыстардың біріне айналды десек ол артық болмас еді. Өзіндік орны бар облыс. Сыр елі, сыр алаштың анасы деп бекер айтпаған ғой. Кезінде сонау тарихтан қарайтын болатын болсақ, ерте заманда қиын-қыстау кезінде осы сыр бойынан көптеген қазақтың басым көпшілігі десек те болады. Осы сыр бойынан пана тапқан кешегі жаугершілік заманда, жоқшылық заманда, қиыншылық заманда сыр елінің сондықтан да бір өзіндік орны бар. Себебі біздің сыр елінде, Қызылорда облысында, осы бүкіл Қазақстандағы қаншама ру болатын болса, рулардың өкілі тұрады. Барлығы да тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Бұның өзі мінекей табиғаттың әсеріме деп ойлаймын. Біздің Қызылорда облысы әлі де өсіп, өркендеп, көркейіп, осы республиканың дамуына өзіндік үлесін қосса